Нұрлан молданы айтыңызшы, көп адамды адастыруда дейді. Енді қазір жалпы сол Нұрлан деген имам жайында маған көп кісілер жазып жатыр, сұрап жатыр. Енді жалпы ол жайында өткенде Сансыбай деген ұстазымыз жалпы айтқан болатын. Уағызшы бар, пәтуа беруші бар. Біздің жалпы пәтуа мәселесі бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында ғұламалар кеңесі бар, өрде пәтуа бөлімі бар. Күнделікті жалпы біздің қоғамға, қазақ қоғамында күнделікті шығып жатқан қазір жаңалықтар бар, небір мәселелер бар. Соны шариғатпен ұштастырып, Құран сүннетке сай ретінде қазақ дәстүрін, тарихын бәрін ұштастырып, сөйтіп бізге ыңғайлы пәтуа шығатын орталық бар да, жалпы муфтиятта, пәтуа бөлім деп айтылады ол. Және сол пәтуа бөлімнің әр қалада филиалдары бар. Ол жерде сол пәтуаға бекітілген әр өңірдегі мамандары бар. Өздерінің жеке өздерінің чаттары бар. Олар байланысып сол пәтуаны талқылап отырады. Сол үшін пәтуа беретін адамдар бөлек, уағызшылар бөлек. Уағызшылар. Енді жалпы имамдар, жалпы ұстаздар кейде уағызшылардың тобына кіреді. Бірақ пәтуа бөлімі, ол жаңа айтқандай, бұл біздің қара шаңырақ муфтиятымыз. Сол муфтиятты пәтуа бөліміндегі мамандар берген пәтуаға тоқтауымыз керек. Бірақ жаңағыдай анау бүйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты деп әркімнің айтқанына осылай жүретін болса, онда ортада көптеген түсінбеушіліктер шығады. Сол үшін Нұрлан имамды мен көрсем, ол кісіге айтам, көптеген сондай жіберген қателіктер мен өзім көріп тұрмын, жалпы пәтуа мәселесінде. Сол үшін ол кісі негізінде имам болса, уағызын айту керек, бірақ пәтуа мәселесінде кірісуге олай болмайды.